Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 11-ші сыныптың ағылшын тілінен 2-ші тоқсанға арналған БЖБ-сын талқылайтын боламыз. Так, бізде бірінші сұрақ How to improve your memory деген listening тапсырмасы берілетін болады. Бұл жерде сіздер 4 шынайы сөйлемді, яғни осы тыңдалымдағы 4 шынайы сөйлемді табуларыңыз қажет. Екінші тапсырма бізде speaking тапсырмасы болады. Бұл speaking тапсырмасында партнермен question'дар discuss ету, яғни талқылау қажет. What are some activities or skills that were difficult for you at first but are easy for you now? Осындай сұрақтар. Do you agree that exercise improves your mood? Explain деген сияқты сұрақтар келеді. Do you think that exercise helps you study or solve problems more easily? Explain дейді. Так, бізде қараңыздар жауаптары. Мына мәтінде мына транскрипт, listeningтің транскрипті. Яғни біз we all use memory in the same way болады. Қараңыздар мәтінде айтып тұр еткені. We all use memory in the same way деп айтып тұр, көрдіңіздер ма? Мінекей мәтінде тура сөз берілген екен. Бұл бірінші, сосын келесі үшіншісі дұрыс болады. There are two different forms of memorizations. Яғни есте сақтаудың екі формасы бар дейді. Memorization occurs in two distinct forms. Екі түрлі беріледі. Do you know what are long-term memory, short-term memory деп, мысалы қысқа уақыттық, ұзақ уақыттық. Teaching helps us to memorize. Яғни бізде teaching үйрету, яғни көмектеседі есте сақтауға. Мінекей бұл да teach whatever it is what you want to remember. Мінекей, yes, it really works because in order to teach something you need to understand it. Так, we can train our brain to be more effective. Біз өзіміздің миымызды тренировать ете аламыз, эффективті жұмыс істеу үшін. Бұл да бізде берілген екен. Осы listeningта осы жауаптар болады. Сосын екіншісіне speakingта сіздерге sample answерлер дайындап қойдым сұрақтарға, және де бағана партнеріңізге қоятын сұрақтар, мінекей осылай жасасаңыздар болады. Осындай жауап берсеңіздер болады екен. Жақсы, сау болыңыздар.